Мен осы күнге дейін 10 шақты адвокат ауыстырдым. Оның барлығы маған ақылы қызмет көрсетіп отырса да, белгісіз себептермен істен шеттетіліп, қазіргі таңда ресми түрде бір адвокатпен жұмыс жасап отырмын. Мен бұл жолда қанша рет құлап, қанша рет тұрдым. Бір түсінгенім, әділдік іздеген адамның жүрегінде ешқашан жалғыздық болмайды екен. Сіздердің сотың қашан болады? Біз халық болып сені қолдап шығуға дайынбыз. Тек хабардар етіп отырсаң болғаны деп отырған қолдауларыңыз мені алға жетелеп келе жатыр. Соның бірі жүрегі елім деп соққан ұлтжанды азамат, прокурорларды, соттарды, әкімдерді аяғынан тік тұрғызып қойып, шындықты шырылдатып айтып жүрген азулы адвокат Тілеужан Кішкенебаев ағамыз маған хабарласып, қазақтың қаракөз қыздарын қорғай алмасақ, біздің азаматтығымыз қайда деп, өзінің маған тегін қызмет көрсететінін айтып, іспен толық танысып, менімен бірге қазіргі таңда әділдік жолына түсті. Және қолдаушыларымның ішінде экс-прокурорлар, экс-судьялар, өмірін мемлекеттік қызметке арнаған экс-полковниктері, қарапайым көз ашық халық, иманды аналарымыз, ақжүрек әпкелеріміз бар. Осындай ағаларымның, қолдаушыларымның арқасында мен де, мен сияқты қазақтың қыздары да қор болмаймыз деп сенемін. Біздің арқа сүйеріміз осындай адал, әділ, елі үшін жанын қиюға дайын тұратын азаматтар. Тілеужан ағама және мені қолдап отырған барша бауырларыма, сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Және тағы да қолдаймын деген намысты жандар болатын болса, жекеме жазсаңыздар, сіздерді қуана қарсы аламын. Ал прокурорлар мен судьяларға адамның тағдыры ойыншық емес, сол адам деген аттың ішінде сіздер де бар екендеріңізді ұмытпаңыздар дегім келеді.